Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, құрметті қазақ Басты-тұқымы оқырмандары, көрермендері. Сіздермен бірге мен Айнұр Кекбайқызы. Бүгінгі подкаст тақырыбымызды бастайық. Бүгін бізге қонаққа Динара ханым және Ерлан мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер, рахмет келгендеріңізге. Ал енді сіздер өздеріңіз туралы біздің көрермендерге айтып кетсеңіздер, таныстырып. Баршаңызға қайырлы күн. Мен үшін бүгінгі подкастқа қатысу үлкен мәртебе. Осындай маңызды алаңға шақырғанымыз үшін Айнұр ханым, сізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге де. Сондай-ақ бүгін бірге ой бөлісетін Ерлан мырзаны көргеніме өте қуаныштымын. Мен Экспотайм компаниясының Жаңа дала Green Day дала күнін ұйымдастырушымын. Керемет, Ерлан мырза, өзіңіз айтып кетіңіз. Қайырлы күн, менің есімім Ерлан, мен Асыл Көкше Зоосынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мал дәрігерімін. Ерлан мырза, сіз осы ветеринария саласына қалай келдіңіз, және осы Асыл Көкше ветсынап компаниясының тарихы туралы айтып берсеңіз, біздің көрермендерге қызықты деп ойлаймын. Асыл Көкше Зоосынап негізінде үлкен мал дәрігерлік дәріхана, Қазақстан бойынша ең ірі компаниялардың бірі. 2 филиалы бар, Астана қаласында және Алматы қаласында. Алматының өзінде ма или? Алматының өзінде. Филиалдары бар. Бірінші филиалы Алматыда 2015 жылы ашылған, екінші филиалы 2021 жылы Астана қаласында ашылған. Негізі ең үлкен дәріханалардың бірі болып саналады. Қазақстан бойынша жұмыс істейміз, сонымен қатар шет елмен де жұмыс істейміз. Импорт та бар, бізде экспорт та бар. Жалпы компаниямызда 60-қа жуық жұмыскерлер жұмыс жасайды. 60-қа жуықта, керемет. Ал енді Динара ханым, осы Жаңа дала Green Day жобасы қалай пайда болды? Барлығы неден басталды? Өйткені Жаңа дала Green Day'ді көп осы Қазақстан бойынша бұл көрмені көбісі білет, бірақ ұйымдастырушылардың түрін әлі көрген жоқ. Ал енді сіздердің алдарыңызда сол Динара ханым. Рахмет. Бұл идея жай ғана көрме емес, шынайы өмір сүретін ашық алаң құру ниетінен туындады. Мұнда сіздер агротехнологиялардың іс жүзінде жұмыс істейтінін, тікелей байланыс орнатуға, тәжірибе алмасуға мүмкіндік бар. Біз әлемдік деңгейдегі үздік дала күндерінен шабыт алдық десек те болады. Және өзіміздің Қазақстанның аграрлық рухын көрсететін бірегей бір жаңа жоба жасағымыз келді. Көре-көре көсем болар, сөйлей-сөйлей шешен болар дейді халқымыз. Жаңа дала осы ұстанымға сай тек теория емес, іс жүзінде тәжірибе алмасатын орта болуды көздеді. Жаңа дала алғаш рет 2013 жылы ұйымдастырылған болатын, бірақ өз жалғасын таппады. Себебі мұндай ауқымды шара үлкен дайындықты талап етті. Адами ресурстар да, қаржылай шығындар да аз болған жоқ. Өздеріңіз білесіздер, бұл жай ғана бір күндік шара емес, бұл тұтас агро қалашық құрылатын шара. Үлкен істің басы қиын дейді ғой дана халқымыз. Бәлкім сол алғашқы тәжірибе келешектегі үлкен жетістіктерімізге жол ашқан болатын шығар. Ал енді міне бүгінгі таңда осы жоба өз арнасына түсіп, дәстүрге айналып келеді. Керемет. Осы Ерлан мырза, осы Жаңа дала Green Day 2025 көрмесінде Қазақстанда алғаш рет осы ветеринариялық мамандардың съезі өтеді екен. Және сіз бұл жобаны бірден қолдаған екенсіздер, бас демеуші болып мәртебесін алғансыздар. Осы съезден сіз қандай үміт аласыз? Негізінде съезден бүкіл басты мамандар, ветврачтар барлығы келіп, бізден тәжірибе алғанды қалаймын. Негізінде біз әрбір мал дәрігеріне көмектесуге дайынбыз. Сол үшін әртүрлі съездер ұйымдастырылады, сонымен қатар көрмелер де бар. Әрбір мал дәрігеріне, әрбір ТО, ФХ фермерлерге көмектесуге дайынбыз. Қандай керемет. Ал енді Динара ханым, сіздер неліктен осы дала күні форматын таңдадыңыздар?
және оның ерекшелігі неде? Дала күні форматындағы іс-шара шынайы портретті көрсетеді. Мұнда сіз тұқымның қалай өсіп жатқанын, техниканың қалай жұмыс істейтінін, малдың өзін қалай ұстайтынын өз көзіңізбен көресіз. Бұл жай ғана сурет немесе жарнамалық парақша емес, бұл нағыз еңбектің нәтижесі. Осындай шынайы атмосфера аграрийлерді мүлде бір басқа деңгейде біріктіреді. 2020-2021 жылдардағы пандемия кезінде жабық ғимараттарда көрмелер, іс-шаралар өткізу мүмкіндігі болмады. Біздің командамыз сол жағдайды мүмкіншілікке айналдырып, дала күнін қайта жандандыруды көздеді. Себебі бұл іс-шара ашық аспан аясында өтетін болды. Әрине, біздің бұл бастамамызды экспоненттер ыстық ықыласпен қолдады. Себебі олар өз технологияларын, техникасын, жабдықтарын жұмыс процесінде көрсетуге мүмкіндік алды. Тұқым және тыңайтқыш жеткізушілер үшін де өз технологияларының егіс алқабында, демонстрациялық бөліктерде көрсетуге мүмкіндік туды. Сондықтан 8 жылдық үзілістен кейінгі алғаш өткізген дала күніміз үлкен жетістікпен өтті. Сол бізге шабыт берді, қанат бітірді. Ал ет бағытындағы ірі қара малмен айналысатын фермерлер қазір 3 жыл қатарынан Жаңа дала Гриндей үздік бұқасы ұлттық байқауына бұқаларын алдын ала дайындайды. Себебі олар... Мен өзім куәгермін. Өзіңіз білесіз оны. Біздің шаруа қожалықтар оны қыстан бастап дайындалады. Сол Жаңа дала Гриндей көрмесіне бұқаларын дайындап, әдем қылып айтады ғой, красота дейді ғой, біз даже олай дайындалмай шығарамыз, бұқаларды жуындырып, әдем қылып әкеліп береді. 2-3 айлық дайындық емес, ол қыстан басталады дайындық. Кәдімгідей біздің мамандар барып көреді, малдарын таңдайды, бұқаларды әкелеміз. Және сол біз конкурсты күтеміз солай. Себебі олар фермерлер жеңістен басқа аукцион арқылы алып келген бұқаларын тиімді бағаға сата алады. Біздің басты идея фермерлер бұқаларын алып келіп көрмеге үйлеріне жеңіспен әрі табыспен қайтса деген ой. Осыдан 10 жыл бұрын ғана ауыл шаруашылығы министрлігі мен әкімдіктердің өтінішімен көрмеге фермерлер өз бұқаларын өз қаражатына тасымалдап, оны қайтадан үйлеріне алып кететін. Ол қосымша шығын. Ал қазіргі таңда біздің көрмеге фермерлер кезекке тұрады. Және квотаны көбейтуді сұрайды. Әрине, бұл жетістіктің артында республикалық палаталардың және біздің команданың үлкен еңбегі жатыр. Өзіңіз білесіз, Айнұр ханым, біз аймақтарды аралап, семинарлар өткізіп, видео түсіріп, оны YouTube пен Instagramға жариялаймыз. Фермердің жұмысын дәріптейміз. Бұл қазіргі таңда агробизнес деп аталады. Және біз өзге елдегі тәжірибелерді үйреніп келеміз. Нәтижесінде ел ішінде асыл тұқымды бұқаларға сұраныс пайда болды. Фермерлер селекциямен жүйелі түрде айналыса бастады. Керемет. Ана жылғы біздің бұқаны айтып кетсеге, ана жыл көрмеде өзіміздің бұқамыз, осы Ақбас тұқым бұқасы конкурстан ұтып алған еді. Дәурен шаруа қожалығы Абай облысынан Шамбал есімді бұқасы ұтқан еді. Сол бұқан ұтқаннан кейін біздің шаруа қожалықтан барлық қатысқысы келіп кетті сол көрмеге. Енді осы жылы одан да көп бұқа қатысады көрмеге. Ал енді Ерлан мырза, сіз жаңағы осы съезге, жаңа ветеринария мамандар съезде спикер болып кімді алып келесіздер? Кешіріңіз, жаңа айтып кеткенім дегем, жаңағы неге көрмеге бұқаларда келесіз, жаңа гигиена жақтан айттыңыз. Енді мен ветеринар жағынан айтып кетсем, ауру бұқаны ешкім әкелмейді. Сондықтан да біз оны қараймыз, толық монитировкадан өткіземіз. Біріншіден сыртын бәрін қарап, сосын керек болса
витаминдеу жұмыстарын жүргіземіз, құрт түсіру жұмыстарын жүргіземіз, және де осы жұмыстар негізінде өте маңызды болып келеді. Сондықтан бұл жағынан негізі егер мал сау болса, онда негізінде инфекция жүрмейді. Біз сол инфекцияны тоқтату үшін қолымыздан келгеніміз бәрін жасаймыз. Сіздерде осы бұқалардың несі бар ма? Шампунь дейді ғой. Бар ма сондай? Ондай көбінесе бұқаларда кездеспейді, ондай көбінесе үй жануарларында ит пен мысықтарда көп болады. Ондайларда ірі қарада ондай жоқ негізінде. Ірі қараларда жоқ та? Ірі қараларда ондай жоқ. Осы сұрақ мен мазалап еді, соны қойып алдым. Біздің көрермендерге де қызық деп ойлаймын осы сұрақ. Бұл ірі қара малды жуындыратын шампунь бар ма, қандай деген сияқты осы ветеринарий мамандарына сұрайды. Олар негізінде жай ғана тазалау арқылы, мысалы скрепкалар неше түрлі бар, сондай тазалаудан ірі қара ғана емес, жылқыларды сондаймен скрепка арқылы өтеді. Скрепка арқылы да өтеді. Сондай құралдар бар, инструменттер бар ветеринария саласында. Ал жаңа сіз айтып отқандай шампунь деген сияқты ондайлар жоқ. Тек қана үй жануарлары. Жоқ, мысалы бізге жаңа көрмеге келеді ғой, бұқаларымыз тап-таза әдемі болып келеді ғой, жылтырлап. Ол қалай? Ол енді фермаға байланысты. Мысалы, біріншіден баздарды дайындап алады. Уақытылы тазалайды, дезинфекциясын өткізеді, астын бәрін ауыстырады. Сондайдан. Немесе ол бұқаны, негізі бір бұқаны таңдайды, бөлек қояды. Бір жақсы жерге бөлек қойып, сосын неге көрмеге дейін бақылайды. Керек болса, керекті жарақтарын бәрін жасайды. Сол арқылы олар көрмеге малдарын әкеледі. Осы Динара ханым, осы Жаңа дала Грин Дэй көрмесі арқылы сіздер қандай басты ойды, қандай мағына бергіңіз келеді осы біздің қатысушыларға, келетін адамдарға? Жаңа дала Грин Дэйдің басты мақсаты бұл фермерлер үшін нағыз мереке жасау. Біз шараны бір күнмен шектелмейтіндей етіп өткізуге тырысамыз. Фермер көрмеге 2 күн қатарынан келіп, толықтай танысып, жаңа білім мен тәжірибе алып кетсе дейміз. Көрме 2 күн болады ғой да? 2 күн болады, иә. Біз агросаланы ескіше түсініктен арылтып, оның заманауи, технологиялық әрі болашағы зор сала екенін көрсеткіміз келеді. Ең маңыздысы бұл күн тек техника мен тұқымдар туралы емес, бұл күн елді алға сүйреп жүрген еңбек адамдарының басын қосатын күн. Еңбек түбі береке дейді ғой халқымыз. Сол мерекелі күндер сол еңбектің мерейі мен бағасын арттыратын сәт. Керемет. Қазақстанда ветеринария саласының қазіргі даму деңгейін қалай бағалайсыз? Және осы қандай бағыттарға ерекше көңіл бөлу керек деп ойлайсыз біздің осы шаруа қожалық мамандарына? Ол мал дәрігерінің жетіспеушілігі. Көп кезде шаруашылықтарда негізінде мен араласам, менен сұрайтындары мал дәрігерлері бар ма деген сияқты сұрақ туындайды. Неге мал дәрігері жетіспейді бізге? Жастар қазір мал дәрігер болғысы келмей ма или қалай? Ол да бір себеп. Біріншіден қазіргі таңда ол жалақы деп ойлаймын. Жалақы аз біріншіден. Екіншіден ол жаңағы бізде жастар көбінесе ауылға барғысы келмейді. Қалалы жерлерде қалғысы келеді. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехника университетін бітіргем 2017 жылы. Бізде 53 бала болды. Оның ішінен бір 15 ғана ветврач болып жүр, қалғандары қалада қалғандары. Араласам мен өзімнің сокурсниктарыммен әртүрлі жұмыстарда жүр. Шамалы 10-15 ветврачтар болып жүр. Барғысы келмейді жалақы аздығынан. Қала қызықтырады ғой әрине жастарды. Қалада қалғысы келеді. Мысалы, бұрынғыдай қазіргі кезде енгізіп жатыр, енгізгісі келеді мемлекет. Мысалы, ветеринария мамандығын бітірді ме, сол кезде ауылдыға міндетті түрде 3 жылға жұмыс істеуге бару керек деген сондай нәрсені қосу керек. Мысалы, грантқа түскендер мысалы бітірді, сосын барып міндетті түрде ауылда 3 жыл жұмыс істеу керек деген қағиданы еске алу керек, міндет жасау керек. Сол кезде оларды мысалы шаруашылыққа ма, ауылға ма, тек қана шаруашылыққа ғана емес, сонымен қатар
ветстанцияға да кіруге болады. Иә. Жаңағы ауылдық округтың ветпункттың маманы ретінде де жұмыс істеуге болады. Көп жерге барсақ, ауылда жастар жетіспейді. Барлық жерде үлкен кісілер. Біз шаруа қожалықтармен жұмыс жасаған кезде қараймыз да, сол ветеринария жүрген мамандар барлығы үлкен кісілер, жастар жоқ. Зейнетке шыққан кісілер де бар, шаруашылықта жұмыс істеп жүрген әлі күнге дейін. Иә, үлкен кісілер жұмыс істейді. Жастар 70-те болса да, бірақ осы ветеринария саласында жұмыс істеп жатыр. Орысша айтқан кезде боль деп айтамыз ғой. Біздің жастар неге барғысы келмейді ауылға, өткен Ерлан мырза айтып кеткенде, инфраструктура дұрыс емес, және ешқандай қызығушылық жоқ. Иә. Сосын әрине ол кезде қалада қалғысы келеді. Қалада олар қыдырады, жас болғансы қыдырғысы келеді ғой. Қыдырады, жалақылар көбірек мысалы қалада. Сосын қалада қалады. Тағы да бір мәселе, мысалы, егер баратын жас мамандар болса, қастарына бұрынғы істеп жүрген мамандарды орналастыру керек. Себебі тәжірибе алу керек олар. Өйткені жаңа бітірген мамандар, жас мамандар бірден жұмысқа кірісіп кете алмайды. Сол үшін жаңа айтып отырмыз, тәжірибемен алмасу болу керек. Тәжірибемен алмасу міндетті түрде болу керек. Дұрыс айтасыз, иә. Ал Динара ханым, осы сіздердің осы жаңа дала Грин-Дэй көрмесінде неше адам дайындықпен айналысады? Қанша адам бар? Штатта неше адам бар сіздерде? Біздің командада 10 адам бар. 10 адам? Біз ойлап жүрсек 30-40 адам бар шығады. 10 адам бар ба сонда? Нақты өзіміздің осы командамызда 10 адам бар. Әрқайсысы өз бағытына жауапты. Демонстрациялық алқаптар, пиар, логистика, серіктестермен жұмыс деген сияқты. Әркімнің мінезі бөлек болғанымен, барлығымызды бір мақсат осы жобамызға деген сенім мен махаббат біріктіреді. Бірлік болмай, тірлік болмас дейді ғой. Сол ынтымақ біздің басты күшіміз. Фермерлер, осы жаңада айтып кетіп жатыр Ерлан мырза, фермерлер ауыл тұрғындарына тек агротехнология емес, жаңа кәсіп, жаңа табыс көзін іздейді. Олар жұрт қалаға кетпей, ауылда тұрақтап, жыл 12 ай жұмыс істеп, нәпақасын осы ауылдан алса дейді. Бір болашағы зор бағыттардың бірі деп біз агротуризмді айта аламыз. Әлемдік трендке айналып жатқан бағыт десе де болады. Қазақстан сияқты ауыл шаруашылығы әлеуеті жоғары ел үшін бұл бағыт өте өзекті бағыт. Қазіргі таңда біздің балаларымыз бидайдың қалай өсіп жатқанын, малдың қалай бағылып жатқанын телефон арқылы көреді. Көз көрген істейді дейді ғой. Бұл тәжірибе емес, бұл жай ғана сурет, жай ғана видео. Сондықтан біз осы агротуризм арқылы ауылдың тұрмыс сипатын көрсетіп, қала баласына даланың қадірін ұғындыру, ұрпақ тәрбиесіне қосқан үлесіміз деп ойлаймын. Қазақта мақал бар ғой, балаңа мал қалдырма, тал қалдыр дегендей. Сол бізде келешекте үлгі болатын үлкен іс қалдырғымыз келеді. Іс шарамызға 3 ай қалған кезде біздің команда шатыр павильондарының жарық, баннер, фудкорт, жаңағы безендіру қызметтерінің жеткізушілермен жиналыс өткізеді. Ол да біздің бір командамыздың бір бөлігі десек те болады. Жаңа дала Грин-Дэй үздік бұқасы ұлттық байқауы бұл республикалық палаталармен бірлескен жобамыз. Бұл ауқымды іс алдын ала жоспарланады. Байқауға қатысайын деп жатқан бұқалар жыл бойы дайындалады. Біз палаталармен осы жиі кездесіп үйлестіру жұмыстарын жүргіземіз. Себебі бұл нақты жауапты іс. Дұрыс айтасыз, ол жаңа дайындық дегеніңіз дұрыс айтасыз. Біздің бұқалардың дайындығы енді. Иә, көріп жатырмыз сіздердің деп айтуға болады. Инстаграм парақшаларыңыздан көріп жатырмыз дайындықтарыңыз. Олай Мисс Қазақстанға да дайындалмайды шығар, бұқалар сияқты. Шын айтам, біз бұқаға қалай дайындаламыз? Оның барлығы ешкім көре білмейді ғой, көрмейді ешкім. Біз өзіміз осы палатада жұмыс істегенбіз, біз білеміз біздің шаруа қожалықтар қалай дайындалатынын. Олардың дайындығы енді керемет.
біз үшін ол үлкен мәртебе деймін. Иә. Мақтаныш. Иә. Нақты осы жаңа дала Гриндей дала күніне осындай шаруа қожалықтары осылай дайындалып жатқан біз үшін үлкен мәртебе. Осы енді Ерлан мырза, осы Асыл Көкше ветсап компаниясы, біздің Қазақ Ақбас палатасы серіктестік қалай басталды? Негізінде біз Асыл Көкше зооесап бүкіл көрмелерге қатысуға тырысамыз. Өйткені көрмелерде бүкіл фермерлер тек қана ветеринария саласында ғана емес, агрономия саласында жиналады. Сондықтан біз ветеринария саласына көп үлес қосқымыз келеді. Және осы Қазақ Ақбас палатасы бізбен серіктес болған бізге де өте жақсы әсерін тигізеді. Себебі біз өзіміздің тұтынушыларымызды семинарлардан іздеп табамыз. Немесе көрмелерден. Осы Динара ханым, осы ұйымдастырушы ретінде сіздерде қандай негізгі қиындықтар болады? Ауа райы. Ана жылғы ауа райы. Бірақ біз ауа райына қарамастық, түнімен резину етік тауып алып, сіздердің жаңа дала Гриндей көрмесіне бардық, бүкіл шаруа қожалықтарымен. Соны айтып қойып, бізге еш нәрсе кедергі болған жоқ. Ешқандай кедергі болған жоқ. Өте қызықты болды деп ойлаймын мен. Енді біздің басты үш сынағымыз сол ауа райы, уақыт шектеуі және ашық алаң форматы. Барлығы X күніне дейін толығымен дайын болу керек. Ал дала бұл көрме залы емес, оның өз заңдылықтары бар. Табиғаттың қабағын баққан дана дегендей, бізде осы әрқашан табиғатпен санасуға керек болып тұрамыз. Ең басты қиындық бұл фермерлердің күнделікті көзбе-көз кездесетін қиындықтары. Біз фермерлер үшін жұмыс істейміз және фермерлермен бірдей жағдайда еңбек атқарамыз. Ауа райы, жел, аптап ыстық, суық, жаңбыр, осы 4 қонақ жыл бойы біздің қасымызда жүреді. Сол шынымен де сол жаңа дала Гриндей көрмесі болған кезде сол күні қатты жаңбыр, жел болады, бірақ бізге ол кедергі емес деп ойлаймын. Біздің жаңа конкурсқа келетін бұқаларға да кедергі емес, керісінше жақсы сияқты. Айтады ғой, таза ауа. Бірақ ең бастысы фермердің өткен жылы берекелі болып, биыл мол өнім алып, жақсы бағаға сатуы. Егінші болсаң, жер жомарт дейді ғой халқымыз. Сол егер дала берген аямаса, онда ешқандай ауа райы бізге де, көрмеге қатысып жатқан экспоненттерге де кедергі болмайды. Осы Динара ханым, осы бұрынғы іс-шаралардан есте қалған күлкілі немесе күтпеген оқиғалар болды ма? Айтып берсеңіз. Енді тойдың болғанынан болатсыз демекші, ең қызықты әрі есте қаларлық сәттер бұл кейде көрме күндерінің өзінде емес, көрмеге 10 күн қалғандағы дайындық барысында болады. Бірақ мен ол оқиғаларды егжей-тегжейлі айтпай қояйын, себебі айтсам менің әңгімелерімнен біреулер өзін танып қоюы мүмкін. Айтады ғой, айтылған сөз атылған оқпен тең. Бірақ бірінен айтып берсеңіз. Айтам, кейбір әңгімелерді айтпай-ақ қойған жөн, бірақ менің бір нәрсені атап өткім келеді, ол жыл бойы күрделі келіссөздер өткізіп, осы оң шешімге келу қиын болған экспоненттердің дала күннен кейін осы көрме ең күшті көрме болды деп айтқан сөздері біз үшін бір үлкен мәртебе ғой. Сол енді еңбектің жемісі алғыс дейді ғой. Осындай сөздерді естігенде біздің шаршағанымыз білінбей қалады және шабыт береді. Сосын тағы бір күлкілі жайт айтып кетейін, ол менің бірінші дала күнім. Ешқандай тәжірибем жоқ. Келіп тұрмын, аяғымда ақ кроссовки дегендей. Қостанай облысында кішкене жаңбыр жауып,
жаңбыр жауып өтіп кетті, жаңағы техниканың демонстрациясы басталды. Маған ол қызық. Соны енді мен өз телефоныма енді өзімше профессионал сияқты жаңағы түсіргім келмей ма? Басқа мобилограф, видеографтарды қараймын. Былай түсіріп жатады, соны мен де сол сөйтіп түсірейін десем, жаңағы техника, трактор болсын, комбайн болсын, прицепная техника дейді ғой. Әр техника жүргенде артынан топырақ шашылады. Сол менің бетіме шашыла берген ғой, ал мен ана жұмысыма қызып, оны байқамағанмын. Бәрі маған қарайды, мен түсінбеймін, не болып жатыр деп. Сөйтсе менің бетім кәдімгідей топырақ болып, кәдімгідей шаңға басып кеткен екен. Сондай бір күлкілі жайт болған. Сол кезде менің бастығым айтқан, ол да дипломат қой. Динара, барып бетіңді жуып келесің ба дейді. Содан мен барып осындай бір қызық жайт болған. Осы Ерлан мырза, осы жаңа дала гренде 2025 көрмесінде аясында жаңа ветеринариялық аппараттар немесе технологияларды таныстыруды жоспарлап отырсыздар ма? Және осы көрме аудиториясында қандай жаңалықтар күтіп тұр? Осы жаңа дала гренде 2025 көрмесінде. Негізінде ветеринария қатысты аппараттар жоқ. Негізі ветеринария қатысты дәрі-дәрмектер бар. Мысалы, жаңадан шыққан. Біз компанияның Zoetis, Бевет Револев, Белограген сияқты компаниялардың ресми дилеріміз. Соның жаңағы... Қандай компания, соны қалтырайып кетсеңіз? Zoetis ол ақштікі. Жаңағы естіген шығарсыз, вакциналар шығарады. Мысалы, Cattle Master Gold, Bowie Shield Gold деген сияқты вакциналарды шығарады. Сол компанияның ресми дилеріміз. ақштан. Сосын Беларусь Республикасының Белограген деген компаниялары ол жаңағы препараттар шығарады. Онда қандай препараттар шығарады? Вакциналар жоқ. Препараттар вирусқа қарсы және антибактериалдық препараттар. Мысалы, естіген шығарсыздар, интерферон деген бар, ИБР деп атайтын. Сонымен қатар Тилмикофор деген препараттар бар. Сол препараттарды біз көрсетуге дайынбыз. Негізі интерферон ол бұрыннан бар. Көрмеге әкелесіздер да сол препараттарды. Жаңадан шыққан препараттар, мысалы, бір ауруды айтсақ, мысалы, қазіргі кезде препараттар өте көп. Жаңағы мал дәрігерге арналған. Оларды әсер ететін заттары бір болады. Бірақ өндірушілері бөлек болып келеді. Сондықтан ол препараттарды біріншіден дұрыс қолдану керек. Шаруашылыққа барып бір ауру шықса, ең біріншіден байқаймыз қандай инфекциядан болған. Вирусты ма, бактериалдық па, әлде жаңағы санаурақлықтар туғызған аурулар ма? Көбісі қандай аурулар болады? Инфекция ма или вирустық бола ма? Ол неге шаруашылыққа байланысты? Мысалы, эпизоотологиялық ситуацияға байланысты. Егер олардың бәрі бірден келуі мүмкін. Мысалы, вируста болуы мүмкін, бактериологиялық инфекция болуы мүмкін. Егер вирус болса, мысалы, бір шаруашылықтарда екінші реткі инфекция қосылады. Ол бактериологиялық. Мысалы, бір шаруашылықта шықты вирустық диарея. Оған екінші инфекция қосылады. Ол колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез деген сияқты. Сондай препараттар, қазір соған қарсы препараттар көп. Бірақ оның әсер етуші заттарынан қарап, дұрыс схемасын құрып, сызбасын құрып, дұрыс қолданған жөн. Сонда ғана жаңағы препараттардың әсерлерін көреміз. Сондықтан біз жаңа көрмеге аппарат емес, дәрі-дәрмектер жаңадан шыққан, енді ветеринария саласында қолданып жатқан препараттарды ұсынуға әзірміз. Керемет. Осы Динара ханым, жаңа дала гренде шарасына жиі кімдер қатысады, жиі кімдер келеді? Соны айтып кетсеңіз. Біз осы ауыл шаруашылық іс-шараларды ұйымдастырып келе жатқанымызға 15 жылдан асты. Осы уақыт ішінде біз ұрпақ ауысымын көріп келеміз. Егер бұрын кеңес дәуірінің мектебінен өткен фермерлер келетін болса, қазір олардың орнын олардың балалары басып келеді. Біздің қуанышымызға орай олар жаңа білімге құштарлы. Бізге телефон шалып, қандай көрмеге барса болады, қандай семинарлар өтіп жатыр, спикерлер кім деген сұрақтарды жиі қояды. Әрине біз қуана жауап береміз.
Барлығына мәлім ақпарат. Бұл біз барлық көрме ұйымдастырушыларына өте үлкен құрметпен қараймыз. Себебі біз барлығымыз бір істі, елімізге деген бір ортақ істі жасап жатырмыз. Жалпы көрмеге келетіндер қатарында фермерлер, агрохолдингтер, жаңағы дистрибьюторлар, инвесторлар мен студенттер бар. Олардың жаңа дала Гриндейге келетіндері бұл жаңағы ашық алаңда өтетін формат. Керемет. Сіздер осы көрмеге қатысушылар мен спикерлерді қалай таңдайсыздар? Біз спикерлерді, жаңағы семинарлар мен конференциялардың спикерлерін алдын ала дайындаймыз, алдын ала таңдаймыз. Себебі біздің іс-шара бұл конференц залда өтетін іс-шара емес, бұл ашық аспан аясында өтетін шара. Оған спикерлерде дайын болу керек. Себебі бұл жерде спикер өз тақырыбын айтып жатқан кезде фермерлер 1 минуттан кейін тұрып кетпей, керісінше спикер өз тақырыбымен қызықтыру керек. Қызықтыру керек, иә, дұрыс айтасыз. Сол біздің спикерлерді таңдаған кезде біз нақты жарнамалық тақырып емес, елге өзекті мәселелерді талқылайтын тақырыптарды таңдаймыз. Осы іскерлік бағдарламаны толығымен жасайтын біздің компаниямыздың директоры Әділхан Сағымбаев. Динара ханым, осы биыл қандай негізгі тақырыптар мен трендтерді жоспарлап отырсыздар? Және осы жылы көрме алдыңғы жылдарға қарағанда несімен ерекшеленбек? Енді біз жыл сайын ауыл шаруашылығы фермерлеріне не маңызды екенін, ауыл шаруашылығы министрлігі қандай тақырыптарға басымырақ қарап жатыр, соның барлығын жыл бойы бақылаймыз. Биыл біз ветеринарияға көбірек көңіл бөлгіміз келіп отыр. Сондықтан осы Нұресіл ауылында өтетін жаңа дала Гриндей дала күнінде ветеринарлардың съезі өтеді. Қазақстан бойынша. Бірінші рет, иә? Бірінші рет. Сол бұл съездің ұйымдастырушысы бұл Қазақстан ветеринарлар одағы. Сонымен қатар біз осы өзіңіз білесіз, Нұресілден басқа Қостанай облысында да жаңа дала Гриндей өткіземіз. Ол жерде де біз осы 3 облыс, солтүстік Қазақстан, Қостанай облысы, Ақмола облыстарына ветеринарларға үлкен оқу съезін өткіземіз, семинарын өткіземіз. Сол биылғы осы өзекті тақырып осы ветеринария болып тұр. Сонымен қатар жаңалықтардан бірінші рет, мүмкін даже көрмелерде, барлық Қазақстандағы көрмелерде бірінші рет болайын деп тұрған жайт шығар. Елшілік қалашылығы болады бізде. Әр елшілік өз стендін құрастырып, үлкен өздерінше елшілік қалашығын жасайды, өзінің іс-шаралары болады деген сияқты. Осындай жаңалықтар. Барлық елшілік болады, Көптеген барлық деп айта алмаймын, бірақ осы таңда бізде шамамен 7 елшілік ала жаса қатысайын деп тұр. Керемет. Тағы да бір ерекшелігі біздің көрермендерге айтып кетейік. Осы жылы біздің Ақбас тұқымына 75 жыл біздің мерейтойымыз болады. Біз өте қуаныштымыз. Ақбас тұқымының палатасының 75 жылдығы жаңа дала Гриндей шеңберінде өтетініне біз өте қуаныштымыз. Біз сол 75 жылдық мерейтойына көптеген ойындар ұйымдастырып жатырмыз, лотерея, конкурстар болады. Сол үшін біздің шаруа қожалықтарға айтатын, келіңіздер, көріңіздер, өте қызықты сәттер көп болады. Біз енді трендтен қалмаймыз. Сіздер қазіргі трендті білесіздер ғой, норм или стрём деген тренд бар ғой қазіргі. Жастар арасында, үлкендер де ойнап жатыр дегендей. Сол рубриканы ойнаса қалай қарайсыздар? Жарайды, жақсы қараймыз. Ал енді менің бірінші сұрағым, сағат 22:00-ден кейін жұмысқа қатысты қоңырау болса, норм ба или стрём ба? Норм. Біз үшін норм. Біз үшін норм да. Иә. Көрмені жарты жыл бұрын жоспарлау норм ба или стрём ба? Норм.
Норм? Әрине. Сіз үшін норм ба или стрём ба? Мен оны білмедім, жауап бере алмаймын. Демонстрациялық алаңдарға ақ кроссовкімен келген норм ба или стрём? Бұл өте стрём нәрсе. Сіз үшін? Теріс нәрсе деп ойлаймын. Да? Мен үшін ол норм сияқты. Енді неше түрлі модниктар бар ғой, ақ кроссовкімен келгісі келеді дегенде, да? Норм? Енді егер аяқ Если киіміңіз, жалко иә. Егер де жалко болмаса келе береді. Мен өйткені көптеген адамдар көргем ақ кроссовкімен келген. Соның қатарында өзім де болғам бірінші көрмелерде. Иә. Демалыс күндері жұмыс мәселелерді талқылау норм немесе стрём? Ой, біздің компаниямызда бұл деген норм. Бізде 24 сағат қой. 7 күн бойы 24 сағат. Иә. Мен үшін норм, өйткені ветеринария саласында белгілі уақыт демалыс деген жоқ. Дұрыс айтасыз. Кез келген ветврачтар звондайды. Мен негізі зои сыныпта мынандай жұмыс жүргіземін. Жаңағы шаруашылықтарға шығам. Менде командировка сияқты шаруашылықтарға шығып, мысалы олар звондайды, бізде осындай жағдай, малдар ауырып қалды, не істеуге болады деп. Мен олармен келісем. Келісіп, ол жаққа шығам. Малдардың бәрін қарап, жаңағы гигиенасын бәрін қарап, сызба лечениесін беріп кетем. Мысалы керек болса профилактикасын беріп кетем сондайда. Содан кейін ветврачтар хабарласа бастайды, қандай препараттар бар, не істеу керек екенін. Түнде де звондайтындары бар. Өйткені мал кез келген уақытта ауырып қалуы мүмкін. Олар да адамдар сияқты ғой. Иә. Дұрыс, иә. Менде выходной деп айта алмайсың. Сондықтан да көмектесу керек. Мен ойымша осы мал шаруашылығында жүрген адамдар да жаңа демалыс деген жоқ қой. Осы стендті көрме ашылатын уақытта құрастыруды бастау норм ба немесе стрём ба? Бұл стрём әрине. Себебі басқа компаниялар экспоненттердің стендтері, павильондары құрылып қойған бірінші күнде басқа біреулердің стендтері құрылып жатса, ол өте дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Себебі бірінші күні жаңағы ресми адамдар келеді деген сияқты. Ондай жағдай бізде болған. Біздің дала күнде емес, басқа көрмеде болған ондай жағдай. Өте дұрыс көрінбейтін. Дұрыс айтасыз. Алдын ала дайындалу керек. Осы ауада техника мен ірі қара малдың арасында іскерлік кездесу өткізу норм ба немесе стрём ба? Норм. Біздің жағдайда бұл норм, себебі осы қанша жыл істеп жүрмін, неше түрлі нәрселер көресің ғой. Иә. Сол жерде келісім шарттарға қол қойылып жатады. Себебі Мен өз басым көргем ол. Иә, барлығының уақыты аз. Барлығының өздерінің жоспары, жұмысы бар дегендей. Сондықтан ол нәрсе норм деп санаймын. Сіз үшін? Норм. Себебі жаңағы агрономия болсын, жаңағы техника болсын, ветеринар болсын, ол бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Дұрыс айтасыз. Мысалы, ветеринария тек қана қолмен жұмыс істеу емес, сонда техниканы да пайдалану дұрыс деп ойлаймын. Көрмеден кейін барбекю кешінде жаңа серіктестермен танысу норм ба немесе стрём ба? Бұл өте норм нәрсе. Ондай мысалға біздің көрмелерде жиі болып тұратын ереже десе де болады. Себебі нақты сол жерде неформальная обстановка дейді ғой. Сол жерде жақынырақ танысу мүмкіндігі жоғарырақ. Дұрыс. Мен үшін де норм деп ойлаймын. Себебі көрменің негізгі мақсаты сол болып келеді. Жаңағы фермерлермен алдын ала танысу, олармен пікірталас алмасу. Форумға спикерді бір күн бұрын шақыру норм ба немесе стрём ба? Норм. Норм? Әрине норм. Тақырыбы жақсы болса, жаңағы спикердің, егер спикер өте востребованный дейді өзі ғой. ұсынып тұрса ма? Иә, әрине норм. Сіз үшін? Стрём. Себебі қандай спикер болмасын, мысалы көптеген спикерлер бар Қазақстанда, қандай мықты спикер болмасын, ол алдын ала дайындалу керек. Дайындалуға уақыт берілу керек. Сол себепті бір күн бұрын менің ойымша дұрыс емес, ол өте теріс нәрсе. Күн алаңында жаңбыр жауса
да жаңбыр жауса да жоспар бойынша жұмыс істеу норм ба немесе стрём ба? Норм, барлығымыз осы Жаңбырдың арасында. астында жүрміз. Иә. Ауа райға бағынамыз дегендей, бұл норм. Иә. Ауыл шаруашылығына бұл негізі норм. Иә. Жаңа ветеринариялық препаратқа жаңа дала көрмесінің аты беру норм ба немесе стрём ба? Норм. Норм, да? Рахмет. Ну, сіз үшін әрине норм. Так, көрме қарсаңында 2 ай бойы демалыссыз жұмыс істеу норм ба немесе стрём ба? Әрине норм. Әрине норм, иә. Сіз үшін норм, да? Мен жаңа далада аман қалдым деген жазу бар, ресми мерч жасау норм ба немесе стрём ба? Мен үшін бұл нәрсе норм, себебі бұндай мерч жасасақ, бұл мерч 100% сатылып кетеді деп ойлаймын. О, керемет. Ал рахмет сіздерге. Осымен біздің каз подкастымыз аяғына келді. Сіздердің келгендеріңізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп, бізді тыңдағандарыңызға рахмет, біздің көрермендер. Және бүгін біз жаңа көп деген тақырыптарды талқыладық деп ойлаймын. Және құнды ақпаратты алып деп ойлаймын біздің көрермендер. Енді құрметті Динара ханым, Ерлан мырза, алғысымды сіздерге білдіремін. Келесі эпизодта кездескенше деп айтамын өзім көрермендеріме. Және бізге жаңа комментарий, лайк, сердечко салуды ұмытпаңыздар.